Barchaga salom dostlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын каналға подписация болып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздер үшін ең үлкен мотивация сол болады. Сіздерге ең ақырғы ақпараттарды жеткізіп тұрмыз достар. Әлемнің бұрынғы чемпионы Канелодан жеңілді. Головкинге кеңес берді. Екен достар, өз пікірімді айта кетсем. Геннадий не үшін жақсы бой көрсетпеді? Не үшін қаншама сәттер кетті? 2-3 раундта бармайтын еді. Не үшін? Сыр бар ма тағы бізден жасырып тұрған? Нәрсе бар ма? Геннадий бір рет ұтылды Альвареске. Тағы осы екінші ұтылыс не үшін соншама? Ұтып келіп ұтылу біздің жасырып тұрған нәрсе бар сияқты. Көреміз алып оны. Әлемнің бұрынғы чемпионы америкалық Серхио Мора, мексикалық Саул Канело Альварестің жеңілістен кейін орта салмақтағы ВБА және ИБФ белбеулерін иегері қазақстандық Геннадий Головкин карьерасын аяқтайтынын сенімді. Мораның айтуынша Геннадий Головкин орта салмақты енді бір ғана айқас өткізіп, кейін карьерасын аяқтауы керек. Еске салайық, 18 қыркүйек күні Лас-Вегас қаласында Головкин супер орта салмақта әлемнің абсолют чемпионы мексикалық Канеломен кездесіп, төрешілердің шешімі бойынша жеңіліп қалды. Головкин карьерасын орта салмақ жалғастырғаны дұрыс. Оны осыған дейін ешкім есеңгірете алмады. Соңғы айқасы төрешілердің шешіміне қарасақ, жекпе-жек шамамен тең болған. Енді орта салмаққа ауыс, сол жақта белбеудің бір рет қорға. Менің ойымша, ол енді ары кетсе бір кездесу өткізеді. Бокс спортшылары зейнетке ерте шығарады, бірақ Головкиннің берілгісі келмейді. Құруар ақшаны қиып кеткісі келіп тұрған жоқ сияқты. Енді амалсыз, алайда мен Головкинге өз еркіммен кет деп кеңес берер едім, деп келтіреді Серхионың сөзін. Америкалық танымалы боксшы түрмеге қамалуы мүмкін. Желтоқсан айына жоспарлаған жеңіл салмақта америкалық Джеффарта Дэвис пен Райан Гарсия арасындағы айқас өтпей қалуы мүмкін деп жазады. 2020 жылдың қараша айында Джервонта Дэвис қызылға белгіге өтіп, көлік апатына түсіп, оқиға болған жерде қашып кеткен. Бұл апаттың салдарын 4 адам жараланған. Оның ішінде жүкті әйел де бар. Боксшы оқиғаға қатысты адамдармен келісіп, жағдайды реттеуге тырысқан. Бірақ танымалы боксшы әйелді көндіре алмаған. Боксшы өз кеңесін мойындап, сотқа дейінгі тергеуді талап еткен. Енді Джервонта сот алдында барып, түрмеге отырып кетуі де мүмкін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, подписация болуды ұмытпаңыздар.